Көптен күткен ұсынысы орын алды ағайын. Роза мен дереу жұбатанған Мұса таңқалдырудан шаршамайды. Мұса Розаны үйлену туралы ұсыныс жасауға арналған арнайы орынға келді. Розаға гүл шоқтарын сыйлап иіскеп тұрып ұсыныс жасады. Мұса сонымен қатар осы сәтті видеоға түсіру үшін мобилограф шақырды. Мұса Розаға сен және мен. Сенің сұлу жүзіңді көрмегеннен амалым жоқ. Сені сүйген жүрегім жаралы боп, деп шыдамай Розаны иіскеді. Қытайлық ару қызымыз Роза да кетер емес. Роза Мұсаны күшенай деп еркелетті. Желі қолданушылары Мұсаға жарыса жазды. Мұса, сен шынымен үйленуге ұсыныс жасадың ба, түсінбеді. Молодец, Мұса мен Роза бақытты болсын, енді той болсын. Неге бәрі тез болады? Мұса, асықпа, сен Розаны әлі толық таныған жоқсың. Мұса, алғашқы махаббатың кім еді? Жұлдыз әлде Агата ма? Көрсе қызар, әр қызды ұната бересің. Розаға тоқталдың ба? Розаға үйленіп той жасамағанша сенбей қалдық. Мұса, Роза екеуің жарасып тұрсыңдар. Бір-біріңді бағалап жүріңдер. Сенде де Розада да жұмыстарың ба? Ертең бала-шағаларың қиналмай өмір сүреді. Үйлен Розаға деп жарыса жазды көрермендер. Сонымен қатар Аружанның қолдаушы апалары. Мұса, анасы жоқ қыздарға қатты сөйлеме. Шешесі жоқ шерлі жетім деген сөз бар. Соның бірі Аружан, Аружанға қайта қамқорлығымды көрсетіп жүр, деді қолдаушы апа. Еске салайық, Мұса бүгінгі эфирде Айнараға ауыр айтқан болатын. Сондай-ақ Мұсаны Аружан мен әлі де қосып жатыр кейбір көрермендер. Мұсажан, әрине жаратқанның қалауы болса, Розамен бақытты болуыңды тілеймін. Бірақ сенің бақытың Аружан, ойланыңдар, әлі де кеш емес. Аружанның көзінен қарап түсінуге болады. Сен білесің, сезесің, бірақ мойындағың келмейді. Ал Аружан жігіттен қадам болмаған соң. Сені нақ сүйетін ару, ол Аружан түбі, оны өзің түсінетін боласың, әрі өкінетін де боласың, деп ашуға булықты қолдаушы апа. Мұса мен Роза шынымен үйленуге ұсыныс жасады ма? Әрине, ол жағы әзірге белгісіз.